Бақыт пен Қатира 1970 жылдардың соңында үйленді. Екеуі де жас еді. Бақыт институттың 4-ші курсында, ал Қатира 3-ші курста оқиды. Достары, туыстары жиналып той жасады. Екеуі қаладағы орыс кемпірдің времянкасына пәтерге кірді. Бір жылдан кейін Жанар есімді қыз бала дүниеге келді. Одан кейін ұлдары Санжар, Арман туылды. Бақыт та Қатира да дипломдарын алған соң, мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан. Банкте есепші болып істейтін Қатира бақытпен өтіп жатқан өмірін бақытсыздықтың тіршілігі деп есептейтін. Ұзын бойлы аққұба жігіттің мінезі де жұмсақ, не топты жарып бір мекемеге бастық болмайды, не іскерлік танытып мол ақша тапқан емес. Құрдасы Серікті қарашы, үлкен бір мекеме тізгінін алғалы 3 жыл. Әйелі де неше түрлі тон киеді, тіпті шетелге демалуға барады. Ал мұның отбасы ше? Міне, Жанар биыл мектеп бітіреді. Ертең күйеуге шығатын болса, жасау жабдығына ақшаны қайдан таппақ? Ауқатты жанұялар қызына бір бөлек, ұлына бір бөлек пәтер сатып алады. Ал бұлар болса, Қатираның банкте істеп тапқан жалақысын жинап, сатып алған 3 бөлмелі пәтерде тұрып жатыр. Үйде Қатираның атында, тіпті Тойотада Қатираның атында болатын. Өйткені Бақыттың бояуды қағазға сүйкеуден басқаға шамасы жетпейтін. Қатира суретші күйеуін осылай бағалады. Ақша таба алмайтын, әйелі мен бала шағасының жағдайын жасай алмайтын, тек сурет салып, көрме өткізуден басқаны білмейтін еркек. Қатираның ойынша Бақыт осындай адам. Оның көрмеден тапқан ақшасы отбасының 1 айлық тамағына да жетпейді ғой. Бірақ достары, әріптестері Бақытты қатты сыйлайды. Қарапайымдылығы үшін, адалдығы мен парасаттылығын жоғары бағалап, әрдайым құрмет тұтады. Қатираға бұндай құрғақ құрмет керек емес еді. Ол банк басшысының әйелі сияқты түріктің неше түрлі қымбат тоны мен итальян етігін киіп, жылына бірнеше рет шетелде демалғысы келеді. Ал күйеуі шетел тұрмақ ала көлгеде апарған емес. Қатира өз жалақысына қызымен бірге жылына 1 рет Ыстықкөлге баратыны болмаса, шетелге шыққан жоқ. Банктегі әйелдердің әңгімесін сілекейі ағып отырып тыңдайды. Бірі Мысырға қыдырып келіпті, енді бірі жыл сайын Түркияға барады. Ал Сағираға тіпті рахат, арабтың курорттарының қызығын осы көруде. Киімді Қатира сияқты Алматының базарынан сатып алмайды. Итальян бутиктерінен таңдап тұрып алады ғой шіркін. Күйеуі үлкен бір басқарманың басшысы деседі. Қатира болса, менің күйеуім қашан елдің күйеуі сияқты көп ақша табар екен деп қиялдап жүр. Банкте күнделікті көретіні ақша болған соң ба, Қатира жатқанда да көк қағазды елестетіп жатады. Өткенде әріптестері жиналып, бастықтың үйіне туған күнімен құттықтауға барған. Қатираның көзі бұрыштағы үлкен сейфке түсті. Бастықтың әйелінің қолындағы алтын, бриллиант әшекейлер ше? Бұл Бақыттың әйелі болып жүре берсе, бұндай байлыққа қолы жете қоймас. Қыл қаламнан басқаны білмейтін, ақшаны айтса әңгімені басқа жаққа бұратын күйеуінен әлде қашан түңілген. Бірде құрбыларымен әңгімелесіп отырып, Қатира күйеуінің ақша жасауды білмейтін, отағасы ретінде нашарлығын айтып жамандады. Сонда Бибігүл деген әйел: «Қатира, сен осында ел сыйлайтын, арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, өзіңе адал, ортасына сыйлы күйеудің болғанына шүкіршілік ет. Қазір қаншама әйелдер күйеусіз, жесірлер де аз емес, тіпті нашар күйеуге де жете алмай отырып қалған қыздар қаншама. Сен үйтіп күйеуіңді ақша таппайтын суретші деп түртпектеп кемсіте берсең, бір күні басқа әйелге кетіп қалуы мүмкін ғой. Қандай адам болса да, тағдыр сыйға тартқан өмірлік жолдасың. Адамның қадірін білу керек». Алайда Қатираның алдында күн өткен сайын Бақыттың беделі төмендей берді. Жұрт сыйлайтын Бақыт әйелі үшін түкке тұрмайтын еркек болып барады. Қатира бұрын күйеуін көп ақша таппайды деп сыртқа жамандаса, енді сен ақмақсың деп бетіне айтатын болды. Бояуды қағазға сүйкеуден басқаны білмейсің. Сенің суреттерің кімге керек? Тіпті қалталы шенеуніктерге де сата алмайсың деп тиісті. Бақыт: «Өнерді сатуға болмайды.
өнер адамын Құдай асырайды деп жауап берді. Онда сені асырау үшін мені жіберген екен ғой деп шап берді Қатира. Бұл үйде күнде осындай ұрыс. Әке-шешесінің кесірінен шаршаған ұлдары далаға қашып, компьютер клубтарын жағалайтын болды. Қызы да құрбыларымен жиі-жиі қыдырғыш болып алды. Ал Бақыт араққа қол созды. Ортамызда арақ ішпейтін жалғыз осы Бәкең деп мақтайтын жолдастары да Бақыттың араққа құмар болғанына таң қалды. Бір күні ішкілікке салынған Бақыт үйінен кетіп тынды. Бір ішкіш орыс жігітпен достасып, сол жігіт пәтерінен орын беріпті. Бақытпен ажырасқан соң Қатираның өмірі жақсара қоймады. Бұрында жаман емес еді, тек өзі байлықты аңсағаны болмаса. Кетсін жөніне, отбасын асырай алмайтын еркек пе, деп қояды өзіне өзі. Жанарды оқуға түсіріп, ұлдарында өзі бақты. Бақытпен телефонмен де сөйлестірмей қойды. Қатира ауқатты еркек табылар деген үмітпен дене күтіміне де ерекше мән беріп, көңілді отырыстарға жиі баратын болды. Бірақ жақсы күйеу табылмады. Күйеуден ажырасқанын білген соң көңіл жарастыруға ұсыныс білдірген еркектер баршылық. Бірақ барлығының заңды әйелдері, бала шағасы бар екені ашылып қалады. Қатира ойлағандай әрі бойдақ, әрі бай жігіт бұл қоғамда жоқ екен. Бәлкім бар шығар, бірақ Бақытпен ажырасқанына 10 жыл өтсе де Қатира көңілінен шығатын адамға кезікпеді. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Жақсы күйеу Қатираның қиялында ғана қалып қойды. Бақыт кеткен соң бұл отбасының тіршілігіне береке кіре қоймады. Рас, Қатира басқалар сияқты өмір сүргісі келіп, ақша жинап армандаған жерорта теңізіне де барып демалды. Ойындағы бағалы тонын да алып киді. Бірақ бұл отбасында бақыт жоқ еді. Жанар тұрмысқа шыққан соң 2 ай өтпей жатып ажырасты. Сосын бір ұйғырға тиді. Омен де көп тұрмай түрікпен бас қосты. Одан да тұрақтамай кәріспен отбасын құрды. 3 күйеуден 3 түрлі бала. Үйге келгенде Қатира түрлері бөлек-бөлек жиендеріне таңырқай қарайды. Санжар үйленген жоқ, бірақ өзінен 15 жас үлкен балалы әйелдің қолына кіріп алды. Жасы 25-ке толмаған ұлының бұл әрекеті Қатираның жүрегіне шер боп қатты. Санжарды қанша қайтаруға әрекет еткенмен, бұл талпынысынан түк шықпады. Ұлы өзіне қарсы шығып, тіпті араласпай қойды. Танысынан естуінше әлгі әйелмен некеге де тұрып алған көрінеді. Қатираның шашы ағарып, жүзін әжім торлады. Кіші ұлы Арман да үйге бақыт әкелмеді. Қатира бар жиған тергенін Арманның тойына шашып еді, келіні тіптен кесірлі болып шықты. Қатираны менсінбей бөлек тамақ ішеді. Енесіне елдің көзінше жақтырмай қарайтын бұл келін бір байдың жалғыз қызы еді. Жас қой, басылар деген Қатираның үміті ақталмады. 2 жылдай бірге тұрған уақыт ғасырға созылғандай. Келіні Қатираны талай жылатты. Арман болса біресе шешесіне жақтасып, біресе әйелін қорғаштап жүріп әбден шаршады. Ақыры келіні Қатираны жүрек талмасына жеткізіп барып кетіп тынды. Бүгінде Қатира ұлы Арманмен бірге тұрады. Ұлының табысы жақсы, бірақ Қатираның жеке өмірінде береке жоқ. Қатира ортаншы ұлы Санжардан мүлдем күдер үзген. Жанарды да сирек көреді. Арман болмаса тіптен жалғыз басты кемпірге айналатын түрі бар. Айналасы 10 шақты жылдың ішінде Қатира бақыттың қадірін түсінгендей. Иә, Қатираның жалақысы күйеуінің жалақысынан әлде қайда жоғары болды. Бірақ сол кездегі жан ұясы әлде қайда бақытты екен ғой. Күйеуімен, балаларымен бірге үстел басына жиналып, әр қайсысы өзінің жаңалықтарын айтып, ас ішудің өзі бақыт екен. Ұл қызының әр қайсысының өз тіршілігі бар делік. Адам үшін өмірлік жарының орны бөлек екен. Егер бақытпен ажыраспағанда, бәлкім балаларым да өмірлік серігін дұрыс таңдармай еді деп ойлады ол. Бақыт болса, бәлкім орыс жігітінің үйінде мына тіршіліктен қол үзіп, бөтелкені құшақтап жата берер ме еді, егер Балжан кездеспегенде. Бірде Бақытты курстас досы іздеп келді. Әйелі екеуінің үйленгеніне 25 жыл толыпты. Осы тойға шақырмақ екен. Бақыт осы тойда Балжан есімді кәсіпкер әйелмен кездесті. Күйеуі ерте қайтыс болыпты, баласы жоқ.
Кейбір іскер келіншектерге тән еркекті баса көктеп кететін дөрекілік Балжанның бойынан байқалмайды. Әрине, Бақыт Балжанға өзі жақындап бірден таныспады. Екеуінің жағдайын білетін ортақ достары ұйытқы болды. Бақыт пен Балжан сөйлесе келе, бір-бірінің бойынан басқада кездеспейтін бір артықшылықты көргендей еді. Бақытқа Балжанның тиянақтылығы, мәдениеттілігі ұнады. Балжан болса, Бақыттың қарапайымдылығын, парасаттылығын жоғары бағалады. 3 айға жуық араласа келіп, екеуі отбасын құруға шешім шығарды. Балжан пәтерін сатып, қаланың тау жақ бөлігінен 2 қабатты үй сатып алды. Балжанға үйленген соң Бақыт арақты қойды. 1 жыл өткенде қыз бала дүниеге келді. Тағы 2 жылдан соң Балжан ұл баланы дүниеге әкелді. Балаларын бағуға күтуші жалдады. Балжанның кәсіпорны шетелмен байланысты болатын. Бизнес кездесулерінің бірінде американдық азамат Балжанның күйеуінің суретші екенін естіп, оның туындыларын көргісі келетінін айтты. Балжан шетелдік мейманды үйіне ертіп келді. Балжан күйеуіне шығармашылық жағдай жасау үшін үлкен бір бөлмені беріп қойған. Шетелдік қабырғада ілініп тұрған 5-6 картинаның ішінен 3-еуін сатып алатынын айтты. Американдық азамат Бақыттың қолын алып, туындыларыңыз ерекше әсерлі екен деді де, бір бума көк қағазды ұстатты. 1 ай өткенде голландиялық жігіт Бақытты іздеп келді. 2 картина сатып алды. Осылайша суретшінің туындыларына сұраныс артты. Балжан Бақыттың ер азамат ретіндегі тұлғасын ғана емес, оның шығармашылығына да құрметпен қарады. Бақыт та өзінің қабілетінің арқасында бір кәсіптік орның ісін дөңгелетіп отырған жарына аялай қарады. Тату отбасында дүниеге келген ұл қызы да өсіп келеді. Екеуі ақылдаса отырып, балаларын халықаралық жекеменшік мектепке берді. Отбасылық табысының бір бөлігін көмек ретінде мұқтаж туыстары мен достарына арнауды да ұмытпады. Бірде Бақыт әйелімен бірге Жерорта теңізіне демалу үшін жолға шықты. Ұшаққа мінген соң билетте көрсетілген орынға жайғасқан Бақыт іргедегі отырғандарға көз тастады. Көз әйнекті шетелдік 2 жұп. Ал оның бер жағында, Бақыттың сол жақ тұсында Қатира отыр еді. Ол да Жерорта теңізіне бара жатыр. Бірақ жалғыз, самайы ағарып, жүзі әжімденген Қатира Бақыттың жанындағы отырған өңді де келісті келіншекке қызғана қарады.